YouTube'да монетизацияның тағы бір түрі шықты. Мұқият тыңдайық. Бұл мен шынымен көп ақша табуға болады. Бұл Brand Connect деген инструмент, жаңадан шыққан платформа. Прям YouTube'тың ішінде, творческий студияның ішінде. Қазір сендерге мына справкадан бірінші оқып шығамын, сосын сендерге түсіндіремін. Brand Connect — это новая платформа, где ведущие бренды могут предлагать вам сотрудничество в работе над рекламными кампаниями прямо в творческой студии. То есть, қараңдар, бұрында жаңағыдай YouTube биржа деген болатын. Prolog, Epic Stars, жаңағы Perfluence деген сияқты. Ондай YouTube биржалар не үшін керек болған? Чтобы мынау рекламодательдер мен ютуберларды бір-бірін қосу үшін. Чтобы мына рекламодатель мына ютубердан жарнама алу үшін. Ал енді прям осындай биржаны, осы творческий студияның ішінде YouTube өзі жасап қойған. Прям өте ыңғайлы қылдырып. И бұл өте жақсы инструмент. То есть прямо сендер ақшаны, рекламодательден алған ақшаны сендер прямо AdSense-тан аласыңдар. Ал енді қараңдар, как это работает? Чтобы обратиться к целевым аудиториям, рекламодатели предлагают авторам вместе провести маркетинговую кампанию. Вы будете получать предложения от брендов, подходящие вашей аудитории. При отборе мы учитываем количество подписчиков, тип контента, демографические данные зрителей и так далее. То есть брендтар, допустим, Coca-Cola деген сияқты, Pepsi-Cola деген сияқты, қанша брендтар, олардың өздерінің жаңағыдай сайттар болады. Сол жерден олар прямо қарай алады. Мысалы, менің каналымда бір реклама алам десе, сразу менің каналымдағы аудиторияны көреді. Неше жастағы аудитория, олар қай мемлекеттерден деген сияқты. То есть ол қандай аудитория, балалар ма, жаңағы подростктар ма, или платежеспособная аудитория ма деген сияқты. И сосын предложение показывается в творческой студии YouTube, решение о сотрудничестве за вами. Вы можете обсудить условия с рекламодателями. То есть сендер рекламаны, сендерге рекламодатель запрос келгенде сендерге жаңа почтаға келеді, және де мынау творческий студияда осы Brand Connect деген монетизация деген вкладка жерде сендерге жаңағыдай предложениялар келеді. Осындай мына бренд, осындай компания жаңағы сендердің каналдарында реклама жасағысы келеді деген сияқты. И сендер оны өздерің қабылдайсыңдар, сендер жаңағы рекламодательдермен связываетсіңдер, условиясын обговариваетсіңдер деген сияқты. И бұл өте күшті инструмент, потому что қазір енді бұрындағыдай рекламодательдер сендерді ютуберларды іздеп жүрмейді, почтасына жазып, оның ответін күтіп деген сияқты. Сондықтан бұны ютубта тағы табыс табатын тағы бір күшті инструмент. Осы видеоға лайк басып, және менің парақшама тіркеліп қой, өйткені мен осы парақшамда ютубтан, тиктоктан қалай табыс табамыз, сол жайлы сендерге өте пайдалы ақпараттар беретін боламын.